Тарих алдында тағзым етіп, оған қызмет көрсету елім деген көкірегі ояу азаматтың парызы болса керек. Соның ішінде талай ғасырлар бойына сан мың тағдырдың қуанышы мен көз жасын, шаттығы мен қасіретін қойнына бүккен көне мекен Сарайшықтың тарихы кез келген саналы жанды бей-жай қалдырмақ емес. Осы тұрғыда 2019-2022 жылдары Атырау облысын басқарған Махамбет Жолдасқалиұлы Досмұхамбетовтің еңбегі зор деп білеміз. Ол республика деңгейіндегі Алтын Орданың 750 жылдығын тойлау және осы бағыттағы зерттеулерді жүзеге асыру барысында біраз игі істерді тындырды. Осы кезеңде оның қолдауымен Сарайшық қаласын туристік, мәдени орталыққа айналдыруға бағытталған Сарайшық қалашығын жобасын жасалды. Сарайшықтағы хан моласы нысанындағы археологиялық зерттеу қолға алынды. Демеушілер қаражаты есебінен зерттеу алаңында 20 шақты бейт басқа зиратқа қайта жерленіп, белгі қоршаулары тұрғызылды. Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде элиталық жерлеу кешені 2 сағана ашылды. Махамбет Жолдасқалиұлының басшылығымен Алтын Орда өркениетінің орталығы болған көне Сарайшықты негізге ала отырып, Атырауда ұлық ұлыс Алтын Орда деген тақырыпта халықаралық конференция өткізілді. Конференцияға отандық ғалымдар мен мемлекет қоғам белсенділері және Еуропа, Америка, Түркия, Жапония, Ресей, Украина елдерінен зерттеушілер ғалым қатысты.